бүгінгі күн үлкен бір қазақ атамыздағы қасиетті жұма күні Астана қаласындағы Евразиялық Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеттің профессорлары, докторлары әдейі осы Қорғалжын ауданына ат басын бұрып, оның ішінде Бөрлік орта мектебіне үлкен елбасының жолдауын аясында осындай үлкен жаңағы мектебімізге үлкен бір Лего роботтық техникалық кешенін сыйға тарту мақсатымен келіп отыр. Енді бүгінгі кездесуде алдымыздағы енді өздеріңіз білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа аяғын үндеуі, мынау елдің жаңғыру жаңа кезеңі тақырыбында осы келген қонақтарымыз да өздерінің осы мақсатта өздерінің айтары бар. Елбасының үндеуі жолдау түсіндіруімен талқылау. Одан кейін екінші Евразия ұлттық университеті атынан Лего роботтық техникалық кешенін сыйға тарту. Бүгінгі мәселеде үшінші профессорлардың сыныптардағы эксклюзив дәрісі дейді. Енді мен сіздерді таныстырып өтейін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бірінші жаңағы Қамзебекұлы Дихан Гумилев атындағы Евразия ұлттық проректор Қазақстан Республика ол кісі яғни мәне жағдайлармен бүгінгі күні келмеді. Қалиев Нәубәт Қалиұлы Гумилев атындағы Евразия саясаттану ғылымдарының докторы, экс-депутат. Негимов Серік Нығметоллаұлы Гумилев атындағы Евразия Ақылбеков Әбдіраш Тасанұлы, физика-математика ғылымдарының докторы. Жақыпов Жантас Алтайұлы, қазақ тілі білімі кафедрасының докторы, біздің жерлесіміз ағалары. Артықбаев Жамбыл Омарұлы, Евразиялық зерттеулер кафедрасының докторы. Камелев Жамбыл Тұяқұлы, Алаш қайраткері Алибдин Балғанбаев қорының төрағасы. Ал енді құрметті осы жиынға қатысушылар, бүгінгі күні бірінші мәселе бойынша елбасының үндеуі мен жолдауын түсіндіру, кісілердің енді өздерінің айтары бар. Сондықтан бірінші сөз кезегі Қалиев Нәубәт Қалиұлына. Сәлеметсіздер, құрметті Қорғалжын ауданының азаматтары, мұғалімдер, шәкірттер. Елбасының жолдауымен дәм тартып, Қорғалжын ауданына келіп қалдық. Енді Қорғалжын ауданына келгенде ойланып келдім, өйткені бұл енді қазақтың жалпақ тілімен айтқанда бір аман шаңырақ сау салғасы дейтін шежіресі, тарихы, мәдениеті мол, қазаққа бір тұлғаларды берген, қазақтың бір үлкен жерінің үлкен бір пұшпағы, үлкен бір ауданы дейміз. Ол осы елге келе жатқанда әрине бұл елдің кімді білем дегенде өзім білетін бір азаматтың аты жөні ісі бейнесі көз алдымда тұрады. Ол Асылхан Сүлейменұлы Құрманбаев деген азамат, ғылым докторы, Қазақстанның тарихшыларының орта буынының үлкені, 30 жылдай Семей қаласында еңбек етті. Ол кісінің алдын көрдік. Яғни алдымызда ғылымға жол салды, тәрбиесін алдық, жақсы сөздерін көрдік дегендей. Міне сондай азаматтар туған бұл өлкенің де орны бөлек деп есептейміз. Бүгінгі әңгіменің тақырыбын жаңа аудандық бөлім меңгерушісі айтты. Бұл биылғы жылғы жолдау және үндеу деген үлкен ірі саяси құжаттар. Еліміз 2017 жылда аса бір күрт елеулі оқиғалармен бастады. Ол бірінші конституцияға өзгерістер, яғни жаңа конституциялық реформа, екіншісі президенттің биылғы жылы жолдауы. Енді жолдау деген осындай саяси дәстүрге біз үйреніп қалдық. Бұл өз әуелде сонау 1770 жылы
ақшта басталынған президенттік басқару стиліндегі елдегі қазір содан бері біздің елімізде міне бұл біздің елімізге енді алғаш жолдау 1997 жылы болса, міне биыл 20-ші жолдаумен танысып, соны игеріп, соны оқып жатырмыз. Бұл жолдаудың орны шындығында да ерекше. Бұл жолдау 2012 жылы қабылданған Қазақстан 2050 стратегиялық бағдарындағы жолдарды, міндеттерді нақтылау. Өйткені заман өзгеріп, заман күрделеніп, экономикалық қатынастар күрделеніп, дағдарыс ve әр елде үлкен ауыртпалық болып тұрған жағдайда президент ел дамуының бағыттарын үнемі анықтап, оны нақтыландырып келе жатыр. Еліміздің алдында тұрған күрделі міндеттердің ең біріншісі де, негізгісі де ол бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылу. Сондықтан кейбірін ойлап қалуы мүмкін 20-50 деген стратегиямыз бар еді ғой деп. Ондай стратегиямыз бар. Ол ұзақ мерзімдік стратегия. Соған жетудің нақты бір жолдары, соның нақты бір бағыттары осы биылғы жылғы Қазақстан 3-ші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік деген сондай үлкен атауменен бағдармен берілді. Өйткені 30 қабілетті бәсекеге дамыған елдердің қатарына қосылу өте күрделі мәселе. Оған жетудің ең бір жақсы негізгі жолы мына индустриалды даму, қоғамды, әсіресе экономиканы техникалық жағынан жаңа технологиямен жаңғырту. Өйткені біз өзі алдыңғы екі индустриалды революциядан кейін жалған елміз. Бірінші өнеркәсіп революциясында біздің қатысымыз болған жоқ. Екіншісі индустриалдық революция бұрынғы Совет одағына кешігіп келді. 30-шы жылдары басталды. Бірақ Қазақстан сонда сол кездегі саясатпен негізінен шикізат бағытындағы өндірістерге қарай ыңғайландырылды. Қазақстан индустрияның біраз несін көрді, жемісін. Оны жоқ деп бүгін айтуға болмайды, түк жоқ деп. Бізде алып металлургия комбинаттары салынды, заводтар салынды, көмір бассейні игерілді. Тіпті мына түсті металлургиядан біз әлемдегі флагман елдердің бірі болды, Қазақстан КСР құрамындағы. Бірақ ол шикізат беретін өндіріс еді. Енді мына жаңа заманда шикізаттың көзі аяқталады, ол бітіп қалуы мүмкін. Және шикізатқа тәуелді ел, мұнайға, газға, көмірге деген ол елдердің болашағы аздау болады. Сондықтан мына жолдаудың ерекшелігі сол, бүкіл экономиканы жаңа технологияларге қойып, яғни жаңаша даму. Сіздер қазір білесіздер көбіңіз, жастар балалар білуі мүмкін. Қазіргі революцияның ерекшелігі, техникалық революцияның. Ол ең алдымен энергияның жаңа көздеріне сүйену, энергияны аз жұмсайтын экономиканы дамыту, әсіресе мына жаңа технологияларды дамыту деген мәселелер. Міне біз осы жолға бет бұрып тұрмыз. Оны енді жолдаудан оқу керек, қарау керек әлі де болса. Маған берілген уақыт сыңдай тығыздау сияқты, жаңа солай келіскен біз. Сондықтан менің айтайын деп тұрғаным, осының ішіндегі бір мәселеге тоқталайын деп тұрмын. Өйткені осы отырған адамдардың да көбі негізінен адаммен жұмыс жасайды, не жастар тәрбиелейді, немесе бүгінгі біздің оқып жүрген жастар. Соның ішіндегі бір ерекше бөлігі ол мына адам капиталын дамыту дейді. Адам капиталын дамыту. Бұрын капитал деп біз ақшаны ойлайтынбыз, банктың жүйесін ойлайтынбыз. Ал қазіргі кезеңде ең басты нәрсе ол жобада жолдауда айтылған ол адам капиталы. Адам капиталы дегенде кейінгі кезде соны жазған адамдар көп. Соған Нобель сыйлығын алған Беккер деген экономист бар. Солардың барлығының сөзінің түйіні адам капиталы дегеніміз не? Немесе ол қандай адам десе,
Ол бірінші интеллект, адам капиталы деген, екінші денсаулық, білім, сапалы өнімді еңбек және өмір сапасы. Мен осы нәрсе. Интеллект яғни бірінші болашақта мына бәсекеге қабілетті елдің жастары жоғары интеллектінің, яғни зерденің, зиялылықтың өнегесі соған ұмтылу керек. Интеллектуалды адам болу керек. Енді екінші білім. Енді білім деген ол үлкен түсінік қой. Білім деген мына есікте жаңа кіреберісте жазулы тұр үлкен. Ауыл мектебі білім мен өнердің қайнар бұлағы дейді. Шындығында керемет сөз. Білім бұлағы деген. Яғни бірінші сол бұлақтан, таза бұлақтан ауылдағы білім бұлағынан жақсылап меңгеріп, сондаған қану керек. Соған әбден білу керек, еңсеру керек білімнің қиындықтарын. Мені жаңа өркениетке жол осы мектептен басталады. Яғни мына адам капиталы дегенде ең басты нәрсе бәрінен ерекшесі осы білім болып табылады. Өйткені білімді адамның денсаулығы дұрыс болады. Білімді адам өзінің денсаулығына қарайды. Денсаулық мәдениет деген ол тіпті үлкен нәрсе. Біз көбіміз жастар жас күнінде біраз ойланбағандықтан біраз денсаулықты шашып алады. Немесе тиісті сол ережелерді сақтамайды, қағидаларды сақтамайды, дәстүрді сақтамайды. Ендеше білім осының өзегі. Одан кейін әрине өнімді сапалы еңбек. Өкінішке орай бұл адам біздің еліміз артта. Біздің жұмысшымыз да, бақташымыз да, сегізшіміз да, механизаторымыз да Европаның елдерінен 2 есе, 2,5 есе, Германиямен салыстырса 3 есе өнімді төмен өндіреді. Ол өз белгілі. Сондықтан біз бұндай жағдайда сапалы бәсекелі елге қосыла алмаймыз. Одан кейінгі үлкен нәрсе ол әрине мектептің жағдайы. Мына Нұрсұлтан Әбішұлы осы жолдауында тіл мектеп мәселесіне жақсы көңіл болды. Әсіресе техникалық революция, жаңа компьютеризация, жасанды интеллект, жаңа неше түсті бүгінгі принтерлік өндірістер дегенде де қазақ тілінің мәртебесі ешқандай кемімейді деді. Яғни ғылыми техникалық революция қайта қазақтың тіліне өріс ашады. Мұнда біраз мамандар отыр ғой. Біздің елімізде мемлекеттік тіл, қазақ тілі, мына филология, тарих жағдай бағыттарында өзінің функциясын жақсы толық атқарып отыр деуге болады. Ал бірақ мемлекеттік тіл мына техникалық салаларда физика, математика, биология, тағы осындай химия, қазіргі заманғы технология заманында әлі де осы кенжелеу. Мына қазақ тілінің ағылшын тілімен бірге ешқандай өрісі тарылмайды. Одан кеңесі деген сөз бұл бізге бір жағынан ақтаныш, екінші жағынан жауапкершілік. Мына мектепте оқитын жастар ең алдымен өзінің тілінің бүкіл байлығын игерсе. Сол терім, енді біздің меніңше қазір жаңа директордың кабинетін көрдім бе деймін, қазақ тілінің түсіндірме 15 томы бар. 15 томда қаншама керемет сөздер бар. Соны игеру, соны кәдегелер ату. Одан кейін әрине мына ауыл мектебі мен қала мектебінің арасындағы білімдегі айырмашылық дейді. Бұны енді мүмкін олай емес шығар. Кейбір жерлерде мүмкін сіздің ауылда ондай айырмашылық болмауы мүмкін. Яғни бірақ өкінішке орай бізді әлі де болса ауыл мен қала мектебінің арасындағы білімдегі алшақтық айырмашылық бар. Ең басты айырмашылық мынада мектептер, ауыл мектептері техникалық пәндерді, жаратылыстану пәндерін, ағылшын тілін, информатиканы, ақпараттандыру пәндерін, яғни нашар оқиды, немесе одан білімдері толық қабілетті емес. Мен президенттің жаңа ауыл мен қала мектебінің арасында айырмашылық дегенге осы өткен демалыс күні соған көзім жетті. Бір шаруамен, яғни қазақтың шаруасы дейді ғой, елге барып едім, сонда өзім оқыған тамаша мектеп, 360 орындық мектеп су жаңа салынған. Сол мектеп интернетке қосылмаған. Қаладан 140 шақырым жерде, Семей қаласынан. Бұл енді жазамыз істемейді дейді. Сонда енді мен ойладым, мынау деген енді бүгінгі мына балаларды жарымжан ақпараттан құр қалдыру деген сөз деп. Енді істейміз, жазамыз, айтамыз, жазылмаған, айтылмаған жер жоқ, бірақ істемейді дейді. Яғни біздің мемлекетіміздің көбіне сана асыра сілтеп
бөс сөйлейтініміз қысқасы айтқанда. Біз компьютерлерінде де рапорт бергелі, 15 жылдан болып қалды ғой деймін, 15 жыл болды бергенімізге. Енді жаңағындай жағдайда қайдағы индустриалдық революция, қайдағы ақпараттық технология. Мен осындай туатты, осындай нәрсе кейде ашындырады. Сондықтан бізде әлі де болса істелмеген шаруалар өте көп. Жолдауда айтылған тағы бір мәселе, ол әрине мына жастардың тәрбиесі мәселесі. Оны президент шет жағын айтты. Ол ең алдымен мына жастарға байланысты, атыларға байланысты, жастардың кейбір қазіргі заманғы теріс діни ағымдардың соңынан еріп кетуі. Бұл енді үлкен қауіп, үлкен қасірет. Бұл жағынан біз енді өте сақ болуымыз керек дегендей айтса, әңгіме көп. Енді менен кейінді шешімдер сөйлейді, соларға қалдырайын. Енді жолдаудан кейін маған тағы бір жақыны, ол биылғы үндеу, өздеріңіз білесіздер. Бұл үндеуді ұмытпауымыз керек. 20-сына дейін бізге президент мүмкіндік берді, айтуға, талқылауға, пікірімізді білдіруімізде. Үндеудің негізгі өзегі, мына басқару жүйесін жетілдіру, билік тармақтарының арасындағы тежемелік тепе-теңдікті қалыптастыру. Біздің елімізде жасыратыны жоқ. Мына биліктің 3 тармағы бар ғой. Атқарушы билік, сот билігі және өкілді билік, немесе заң шығарушы билік, яғни парламент. Осының тепе-теңдігін қалыптастыру. Біздің елімізде осы үшеуінің арасында тепе-теңдік жоқ. Биліктің тармақтары тең болу керек. Бірінің ісіне бір ерекшіз араласпау керек, бірақ өзінің билігін дұрыс жүргізу керек. Байқасаңыздар, біздің елімізде 1998 жылы бір өзгеріс болды. Одан кейін 2007 жылы бір өзгеріс болды. Биыл тағы да дәл сондай өзгерістер, дәл сол баптардың төңірегінде, әсіресе Конституциядағы парламент деген бөліктің төңірегінде. Бұнда не көргісті болады? Ешқандай бір қауіп қатер сондай келе жатқан жоқ. Әңгіме мына атқарушы биліктің басымдығында. Мына заң шығарушы, халық сайлаған парламент, әсіресе мәжіліс, мына атқарушы билікпен тепе-тең болу керек. Соның қызметіне бақылау жасау керек. Әңгіме сонда. Мысалы, біздің оны президент жақсы біледі. Неге? Осы әлсін, ептеп болса да парламентке құзыреттер береді, өкілдіктер береді. Оның себебі атқарушы билік кейде заң шығарушы билік тыңдамайды, немесе атқарушы биліктің қызметінің көп жағына заң шығарушы биліктен бақылау жүргізудің құзырет жоқ. Өздеріңізден үкіметтің отырысында тыңдадыңыздар президенттің айтқан. Біздің елімізде ең бір сорақы нәрсе бюджеттің бұзылуы, немесе республикалық бюджеттің игерілмеуі, немесе соның бұзылуы, оның қаржының талан-тараж болуы. Себебі не? Бюджетті қабылдаған парламент сол бюджеттің қалай орындалуын бақылай алмайды. Есеп комитеті деген бар, бірақ ол тікелей парламентке бағынбайды. Осындай мәселелер бар. Сондықтан бұның бір жақсылығы, ең басты жақсылығы. Мына билікті, мәжіліс билікті неғұрлым халық сайлаған, тікелей сайлаған, парламентке, мәжіліске қарай беру. Осындай мәселе негізінен. Яғни неғұрлым билік тармақтарының арасында тепе-теңдікті орналастыру, қалыптастыру. Міне, мен де айтатын нәрсе көп, осымен сөзімді тоқтатайын, сіздерге табыс тілеймін. Егер сұрақ болып жатса, мына арасында әлі де болса айтуға болады, мына сұхбат түрінде жауап береміз. Қазір болмаса ойланып кейінен қойыңыздар, негізінен менің айтайын дегенім осы. Құрметті шәкірттер, ұстаздар, бүгінгі сапарымыздың басты мақсаты елбасы жолдауы, үшінші жаңғырту, Қазақстанды үшінші рет жаңғырту. Соған жаһандық бәсекелестікке тегеурінді күшпен қосылу, өркениет биігіне көтерілу, бүкіл соңғы ширек ғасырдағы тәуелсіздіктің бел-белестерін айқындау, сондықтан алдағы мақсатқа ұмтылу, мақсаткерлікке осы жолдауда жақсы айтылған. Бізге жаңағы өнеркәсіптік революция жөнінде айтып кетті. Сол өнеркәсіптік революцияны әрмен қарай соған ұмтылу үшін
ұмтылдыру үшін, соның рухында тәрбиелену үшін біздің Еуразия ұлттық университеті ректорымыз Ерлан Бәтташұлы Сыдықов мырза жаңағы роботехника әкеліп отыр. Бірнеше миллиондаған баға құн тұрады. Оны айтпау керек. Сондықтан сіздер соны пайдалана білулеріңіз керек, қымбат болғаннан кейін. Соны игіліктеріңе жаратуыңыз керек. Қазақтың бір сөзі бар. Ұзын жол ұшына жеткен бар мекен, түбі терең қара су, түбіне жетіп сол судың қанып ішкен бар мекен деп оқу білімді жұмбақтаған. Демек, оқу білім дегеніміз ол жаңағы түпсіз мұхит, тұңғиық мұхит, соныңдан інжу теру, жаңағы соны өзінің іс-қимылында соны қолдана білу басты мақсат болу керек. Ана Конфуцийдің концепциясы бар, үйренген білімді қолдану деген. Біз сол жағын енді солай қолдануымыз керек. Ісімізде, әрекетімізде, оқуымызда жаңағы айналдыруымыз керек. Мәселен, Абайда жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн өтпек. Ақылға сәуле қондыратын не? Ол білім, ол ұстаздар, жаңағы, ол мынау орта, жаңағы. Сондықтан да мынау жолдауда жаңағы адами капиталды мына Нәубет ағамыз 2 мәрте парламент мәжілісінің депутаты болған адам. Оның алдында Семейде 1903 жылы императордың жарлығымен ашылған Әуезов оқыған, Аймауытов оқыған, Марғұлан оқыған, Сәтбай оқыған, учительский семинар сол әрмаңғар педколлежге айналып, сол педколлеждің директоры болған нағыз ұстаздың өзін көріп отырсыздар. Оның тағы да бұл кісі Абайдың ұрпағы. Қандай адамдардан жаңағы сөзін тыңдап отырсыздар, оны да оқып қойыңыз. Сонда мына адами капитал айтып кетті. Екінші мына жолдауда 2019 жылдан бастап 10-11 сыныптарда кейбір пәндер ағылшын тілінде жүргізіледі деген сөз бар. Ақылмен ойластыру керек дейді. Ақылмен ойластыру керек. Мынау біздің қазақ зиялылары, интеллигенциясы бұрыннан ақ көп тіл білген. Мынау 1928 жылы Каспий ашылған кезде Санжар Аспендияров сабақ берген, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Құдайберген Жұбанов, Молдағали Жолтыбаев жаңағы сабақ берген. Сонда Құдайберген Жұбанов бүкіл дүниежүзінің тілдерін білген. Түркі тілдері, жапон тілі, жаңағы ағылшынша, французша, немісше тілдерді білген. Әуезов грекше судай білген мәселен. Мына Орынбек Беков деген қазақ драма театрында болған ағылшынша судай болған жаңағы. Мәлік Абдуллин соларды оқыған СССР жоғары совет депутаты болған 15 жыл ағылшынша сөйлеген. Кешегі біздің территориямызды белгілеген Әлімхан Ермеков латынша, итальянша, ағылшынша, французша сөйлеген. Міне олардың өздерінің талабы, олардың өзінің мақсаткерлігі жаңағы жоғарыда емес, өздерінің қажетті рухани қажеттілігі. Көп тіл білсең, сен бірнеше мұхитта жүзгендей боласың. Сондықтан да әр бала, әр оқушы өз бетінше оқу керек. Абай өз бетінше оқыды ғой. Абай тірі мысал 3,5 жыл медреседе оқыды. 6 ай орысқа приходский школда оқыды. Абай бірнеше тіл білген адам. Арабша, жарайды, парсыша, орысша, қалмақша, шүршітше, оның сыртында біз әлі болжамдаймыз. Негізінде ол Европа тілдерін жақсы білген сияқты. Ағылшынша, немісше өткен себебі кейбір ойлармен үйдеседі жаңағы. Өз бетінше оқып үйренгендер. Мысалы, Марғұланда бірнеше тіл біледі. Мен Марғұланның қасында көп жүрдім, бірнеше тілді білетін мысалы. Ағылшынша оқып отыратын жаңағы. Әлекей Жамбылбек мысалы. Сондықтан мына тіл деген енді керемет нәрсе. Біздің қазақ табиғатынан өзі математик. Қазақ табиғатынан жаңағы астроном. Қазақ табиғатынан білгір. Міне сол өзіміздің потенциалымызды пайдалануымыз керек. Мәселен, адами капитал айтып кетті. Мына қорғалжын өңірі. Ал былай алып қарасаңыздар, нешеме қандай керемет қайраткер шықты. Кеше қосып жоқпаған ақыл. Рабиға кім апай? Жаңағы кім Мәриям Жагөр қызы. Дініне Мұхаммедтің болдым ғашық Мәриям Жагөр қызы. Кешегі үлебайлар, дүйсендер,
Тіпті кешегі мына қазіргі біздің академик Сұлтанбек Қожахметовтің академиіміз бар қазір 82-де Алматыда металлург мысалы. Анау жаңағы Бекмұхамед деген бар, Арыстан Бекмұхамед геолог. Иә, Еркебұлан. Оның әкесі осы жерде партизан қызметкерде болған. Анау Свердловскийда академия бітіріп 65 жасында техникада кандидат қорған әкесі. Жаңағы айтып отырғанымыз кіміміз жаңағы Асылхан Сүлейменұлы Құрманбайпен ЖП-де бірге істедім. Ол кісі сонда кандидаттығын Мәскеу мемлекеттік университетіне орған. Докторлығын Жануатындағы Ленинград мемлекеттік университетіне орған. Және Алматыда комсомол комитетінде халық қаһарманы Хиуаз Доспан өмірге жұмыс істеген. Міне көріңіз, үлгі. Сондықтан сіздер жаңағы мына бұрынғылардан үйренуіміз керек. Бұрынғылардан да үлгі алуымыз керек. Міне жаңағы біздің айтайық дегеніміз мына тәуелсіздікті алғанда былай қараңыз, мына екі ортаның жолы нашар. Мына мысалы осы жерден шықпаған балалар өтеді, Астанаға барғанда бір керемет бір әулие шаһарға кіріп кетесіңдер. Мына екі ортаның жолы ана жылдан 10 жыл бұрын келген, осы ана мектепте мен сөз сөйлегем. Ал Қазақстанда мына тәуелсіздік арқасында 2770 шақырым темір жол магистралы салынды. Біздің жаңағы мынау қазір жаңағы Астана мен Бурабайдың автобаны, жаңағы Астана мен Қарағандының жолы бітті. Ана Семей менен Алматы бітті. Ана Маңғыстаудың жолдарын көрдім. Мынау кешегі Жезқазған мен Бейнеу 950 шақырым ба? Жезқазған Бейнеу, мына осының бәрін көрген кезде, міне тәуелсіздік арқасы. Шында тәуелсіздік арқасы. Мына қараңыз, кім ойлаған анандай керемет, қажайып, қандай қажайып Алматыдай қаланы, ертеңгі қаланы тастап, мына Сарыарқаның төрінде, кіндігінде мынадай қажайып жаңағы қала салу. Міне екінші жаңғырту содан басталады, Астананы салу. Қаншама еліміздің экономикасы, мәдениеті, тіпті тілімізге дейін дамып кетті. Әдеби біздің қазақта неміс диалекті жоқ, әуелде жоқ диалекті. Сонда міне одан сайын тіліміз байып кетті қазір. Осының бәрі тәуелсіздік арқасы. Сондықтан екінші айтайын дегеніміз, одан кейін айтайын дегеніміз, біздің ректорымыз Сұңғыладан, өздері білесіздер, эфирде көріп отырсыздар. Мына Экспоға байланысты қоғамдық кеңестің төрағасы, бүкіл Еуразия кеңістігіндегі университеттер қауымдастығының вице-президенті, ЕМУ-дің ректорынан кейін, Саудовничийден кейінгі шәкәрімді Жизелдан шығарған адам, Жамбыл туралы Мәскеуден шығарып, Санкт-Петербургта тұсаукесер өткен адам, бүкіл әлемде біздің ол кісі мынау екі жерге, екі мектепке робототехника сыйлық қойып қойған. Сонда осы Ақмола облысынан біреуі Зеренді, біреуі Қорғалжын. Мынау қасиетті жер. Ел аузында 60 көл, тоғанасында 92 көл дейді. Әулиелер шыққан, ғалымдар шыққан, хандар шыққан, билер шыққан, шешелер шыққан, жаңағы әншілер шыққан, жаңағы енді әрмен қарайған бір нәрсе бар. Ол кісінің қайын жұрты. Жаңа айтып кеттік. Жаңағы Асылхан Сүлейменович Құрманбай осы жердің адамы. Жемпидес дегенде мен бір Абылайханның сөзін айтып отырдым. Абылайхан өзі қол босаған уақытта осы солтүстік өңір туралы айтады екен. Шежірені білу керек қой. Елбасының жолдауларында да бар, тарихты оқымда кітабында бар. Шежірені біліңдер, тарихты біліңдер, ата тегіңді біліңдер деп Абылайхан айтып отыр екен. Ылғидағы осы солтүстік өңірдегі ұртайшыларға анықта бергенде жаңағы қарақұртша қаптаған қара кесегі бар деп. Жеген жылымышта білдірмейтін сүйіндігі бар, әдесі мәдейтін қуандығы бар, оның өмірінше жуандығы бар деген. Ой, ақкөңіл бар, мен ғой, менің бабаларым ғой. Жазып берші деп жаңағы Асылхан ағайдың ана әбдеш куә бәріне. Екінші бір ол кісі біздің ректорымыздың бір сәлемдемесі бар, ол алда жазса, алдағы бір уақытта осы жерге келіп, осы Қорғалжын елінің зиялыларының, миыларының, ақылдыларының, білгірлерінің басын қосып, бір керемет, бір дастархан жаймақшы. Сондықтан сіздер біздің университетті пайдаланыңыздар.
Міндетті түрде. Мына ұстаздар, міне әкімнің орынбасары отыр, Жөкең отыр, міне Сәкең отыр. Сіздер жаңағы ең бастысы бірінші мәселе мына оқушыларды керемет білімменен қаруландыруымыз керек. Мұздай қаруландыруымыз керек. Біздің Еуразия университетіне түсу керек. Қазір Қазақстандағы Назарбаев университетінен кейінгі университет біздің Еуразия университеті. Ғылыми ортасы бай, жаңағы осындай бүкіл әлемге әйгілі бізде генетиктер бар, әлемге әйгілі математиктер бар, әлемге әйгілі мына кім сияқты физиктер бар, мына Әбдіраш Ақылбек сияқты, әлемге әйгілі тарихшы бар, Жамбыл Артықбаев сияқты, әлемге әйгілі мынандай саясаткердің ағасы бар, кісі бар, мынандай біздің университетті пайдалануымыз керек. Ана жылы осыдан 4-5 жыл бұрын мен бір идея айтқам. Сіз не дейсіз деген бар ана хабарда. Сонда сіз не дейсіңді сөйлеп тұрып, не ойыңыз бар деп сөйледі. Мен айттым, Семейде университет бар. Мәселен, Семей деген бүкіл Абайдың достары білесіз қандай адамдар болған. Михайлес бәрі, Долгополов, Гросстар. Неге Семей мемлекеттік университетінің бір факультеті тарих филологиясы? Неге Абай ауданында бір факультет жұмыс істемейді? Абай ауданында анадай агробизнес корпус тұрады, сіздердегі сияқты, агротехника сияқты. Мысалы, көп нәрсе керек жоқ. Әуезовтің өмірі сол жерде өтті, Абайдың өмірі сол жерде, Шәкәрдің өмірі сол жерде, Ақылбай Тұрағұлдар. Ана 2 курсты оқып, мен бар еді профессор сол Абай ауданында. Неге жаңағы күндердің күнді болашақта мәңгілік боламыз. Болашақта осы Астанадағы университеттің бір факультеті осы жерде болса ештеңесі кетпейді. Солай ғой, керемет жол салынып, керемет ғимараттар бар жаңағы. Құдай соған жеткізсін. Рахмет. Мәңгілік ел болуға жеткізсін. Мәңгілік елдің жаңағы сіздер жастар, ұл-қыздар, тұтқалары болыңыздар. Мәңгілік елдің біздер куәгері болайық. Осы мектептен әлемге әйгілі атақты математиктер шықсын. Анау мейірмановтарға баяғы математик новосибірде жоқ. Жүр ғой мейірмановтар, ақсақал. Қазір әкесі қайтыс болды 92 жаста. Ана баласы әлемге әйгілі. Анау әлгі ғалым Әбілсейітов атомщик Мәскеудегі. Осы жерде шыққан бәрі. Осы өңірде шыққандар. Неге соған ұмтылмасқа? Сондықтан бақытты болыңыздар. Білімді болыңыздар. Білімнің үстінде білікті болыңыздар. Жаңағы біздің қазақтың атағын даңқын шығара беріңіздер. Рахмет. Бұл енді жолдаумен мына бүгінгі біздің келіп отырған сапарымыздың үйлесетін жері бірінші басымдықта экономиканы ақпараттандыру, роботтандыру, автоматтандыру бірінші басымдық жатады. Енді және сол жолдауда айтылады. Жолдауда соның барлығы келесі ұрпақтың істейтін мәселесі деген. Соған қалай да бір үлес қосып отырмыз деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы 4-ші басымдықта адами капиталда қала мектебі мен ауыл мектебін жаңағы айтты. Алшақтығын қысқа шегеру деген мәселесі. Оны жою деген болмайтын шығар. Қайта меніңше ауылдың мектебі дұрыс. Соның арасының алшақтығын жоймаған да дұрыс сияқты. Өйткені ауыл мектебінде таза білім алады да дұрыс. Сол енді. Мен мына кейінгі балаларыма жақсы білім алуына тілектеспін. Біздің елдің жаңа айтып жатыр. Ғалым да шыққан, өнерпаз да шыққан, қайраткер де шыққан, батыр да шыққан жер. Сондықтан соларды үлгі тұтыңдар. Сендерді сол мен білім жолында көрсем екен деп тілеймін. Көріскенше. Қымбатты жерлестер, достар, мына Еуразия университетінің осындай жақсы бір құрамдағы делегация сіздермен кездесіп жатыр. Сол құрамда болғанына мен бақыттымын. Үлкен ағаларым жақсы сөздерін естідіңіздер жаңа. Енді жолдау жөнінде артық мен ештеңе айтып бере алмаймын.
Бірақ ана интернет дегенді мен қатты келісе қоймаймын. Мүмкін интернетсіз де оқыған жақсы ғой деп ойлаймын. Қайтеді, көзді көрді, неше түрлі ақпарат, жаман ақпарат, көк қой дейді, көк киіт дейді, неше түрлі дәлелдер. Ол мен бастарын ауыртпай, мүмкін таза өзі математикасын математика күйінде, физикасын физика күйінде мүмкін оқу керек шығар. Интернетпен қосымша толып жатқан бір әлгі нанос керек жоқ ақпаратты келіп жатады. Мүмкін керек шығар. Жалпы мүмкін интернет керек жоқ болар, бірақ тарих керек. Бірақ осында Қорғасынның балалары тарихты оқулықсыз-ақ, кітапсыз-ақ оқитын балалар ғой деп ойлаймын. Өйткені бұл маңай толқын ескерткіш. Сонау Алтын Орда дәуірі, одан арқана көне түрік дәуірі. Мына жерден былай Шөптікөл деген жаққа қарай барсаңыз, бір 4-5 шақырым бірнеше қатар түрік дәуірінің балбал-тастары қатар-қатар кездеседі. Неше түрлі бар. Алдын араға барсаңыз Айдахарлы дейтін атақты бір үңгір бар. Әлгі біздің ертегілерімізде жүр. Айдахарлы, әлгі Арыстан деген ертегілер. Яғни ол ана тас дәуіріне баратын ескерткіш. Өкінішке орай ана геологтар алғандарды жарып тастаған ана Көң деген өзеннің жар қадағында орналасқан жаңағы ескерткіш. Оны жарып құртып тастаған. Негізінде қарасаңыз қаншама миф әңгімелер бар жаңа Айдахарлы жөнінде. Аңыздар бар, тіпті ертегілерде көп келген. Сосын Алтын Орда дәуірінің ескерткіштері өте көп. Алтын Орда енді түрік-моңғол халықтарының соңғы империясы. Бүкіл Еуразиялық үлкен алып империя. Біз сол Алтын Орданың етегінен шықтық, жаңа шапанынан шықтық қазақ хандығы болып. Сол Алтын Ордалық дәуірдің толып жатқан әдемі ескерткіштері бар. Осы Қорғалжында соның ішінде мысалы Қанекей Тінікейдің қорымы деген қорым бар. Тоқтамыс ханның көл дейтін көл бар. Тағы немене. Сосын эпикалық дәуірден Ағанас, Тоғанас дейтін атақты жерлер бар. Бар да сол эпикалық Алтын Ордалық дәуірдің ескерткіштері. Осы жерде тарих мұғалімдері бар шығар, тарихпен қызығатын балалар бар шығар. Осы арнайы бір өлкетану шаруасын жолға қоюға болар еді. Ана кейбір балалар кітаптан оқығысы келмейді. Мүмкін олар естіген хабарды жақсы, ақпаратты жақсы қабылдайды. Үлкен қариялармен әңгімелесіп отырып, сөйтіп білімді алуға болады. Мен мысалы университетте КПСС тарихы, СССР тарихы деген дәуірлеп тұрған кезеңде оқып едім да. Енді қалай азаматтық тарихтың маманы болып шықтым дейді ғой. Мен көбінесе сол үлкен қариялармен әңгімелесіп отырмын. Сосын экспедицияның кезінде үлкен ғалымдардың жанында жүрдім. Яғни мен ана студенттік аудиториядан алған жоқпын білімді. Одан тыс жерде алдым. Сол сияқты тарихты алудың, қабылдаудың басқа да бір жолдары бар, жаңағы сияқты. Сосын Абылай ханға, Кенесарыға байланысты осы Қорғалжын өңірінде бірталай тарих бар. Оның барына жазып отыруға болады. Жер су атауларын түгендеп жазып, оны өлкетану сабақтарында жаңағындай кәдімгі бір реферат түрінде белгілеп. Сосын біз университет жылына бір 2 рет, мәселен, тарихшылардың, археолог, этнолог балалардың конференцияларын өткізіп отырамыз, олимпиада өткізіп отырамыз. Оның жеңімпаздарына кәдімгі ноутбук, фотоаппарат сияқты жақсы дүниелерді сыйлап отырамыз. Сондайларға қатысып отырса, қандай әдемі баяндамалармен келіп, өздеріңізге де пайда, бізге де сондай әдемі болар еді. Осындай дүниелер бар. Сондықтан тарих өз аяқтарыңыздың астарыңызда жатыр. Тарих деген жаңағы барлық нәрсенің негізі тарих. Тарихи сана. Президенті соңғы жолдауында айтып жатыр, Нұротаға, тарихи сана. Тарихи сана мемлекеттіліктің негізі. Мемлекеттілік сана жақсы болатын болса, жаңағы айтып отырған 3-ші жаңғыру, кейін 4-ші жаңғыру сияқты жаңғырулардың бағыттарында жақсы нәтиже береді. Сол жақсы нәтижелерге бірге жете берейік деп. Білмейді қана Жамбылдың сөзден есіме түсіп кетті. Біздің елдің адамдары бір нәрсені естіп жүрді. Жоқ, сұрағанда сұрамай айтайыншы. Иә. Жалпы мәңгілік ел болу үшін мәңгілік тіл болу керек. Тарихи сана, сосын тіл. Бірінші тіл, сосын бар тарих. Екінші айтайын дегенім, мынау Қорғалжын дегенде мен бірнеше балалардан кісілерден естідім. Кургальжийский деген бір орыс келіпті дейді фамилиясы. Соның зәйімкесі болған деп неше түрлі шығарады екен орыстың. Олай емес, ол ешқандай орыспен байланысты емес. Қорғалжын деген аты. Жынмен байланысты. Екінші бір білгіш тілшілер, филологтар айтып жүр, бұл Қорғалжон деген ненің моңғолдың сөзі бар, қорғасын. Бұл ол демес. Бұл өзі мынау кейінгі өкіметте беріп қойған, бұл қорық деген сөзден шыққан.
Қорық деп бұрын қазіргіде енді аң құстан ететін сақтайтын жер. Бұрын уақытта шөп, шабындық сондай жерлерді мал түсірмей қорғайтын жерді қорық деп атаған. Сондықтан мына Нұраның жағасы, біздің көлдің жағалауларының бәрі бұрын қорықтар болған. Яғни шабындық мал түсірмейтін жерлер. Ал алжын деген ол көне түркі сөзі. Көне түркі жұрнағы. Алжын деген орысша айтқанда местность, бір орын. Сонда мынау қорықтың орны деген мағынаны білдіретін бұрынғы көне түркі сөзі. Яғни бұл Қорғалжында қазақ болмай тұрып, жаңа Алтын Орда деп жатыр, Алтын Орда болмай тұрып, кәдімгідей ел Қорғалжын, содан бері Қорғалжын. Сондықтан, оны апарып біресе орысқа, біресе моңғолға телудің керегі жоқ. Өзіміздің анау ғұн заманынан бермен қарай осы жерде тұрамыз. Жақсы, рахмет. Ағаларымыз бәрі жақсы айтты. Елбасының үндеуі туралы да, жолдауы туралы да. Олардан да ақпарат беттерінен де оқисыздар. Ағаларымыздың бәрі олар туралы телевидениеден сөйледі, газеттерге де жазды. Бүгін қысқа түрін сіздерге айтып отыр ғой, сол біраз жазылған газеттерді алып келдік. Сол жерден осы отырған ағаларымыздың жаңағы жолдауға қатысты өздерінің ой пікірлерімен таныса жатарсыздар. Енді осында ағаларымыз бәрі сөйлеп қойған екен, тағы бір нәрсе айтудың өзі артық болар. Мен тек қана бір-ақ нәрсе айтайын деп едім. Мынау биылғы жоғары класс сынып оқушыларына, биылғы бітірушілерге енді бұл жерде басқа не жоқ шығар, альтернативно. Евразия ұлттық университетімен қатар келетін басқа оқу орны жоқ. Жақын, бірінші оқу орны. Өздеріңіз көргенде бәрін алып келе алмаймыз ғой профессорларын. Сол бір ғана пайызын алып келгенбіз. Сондықтан осындай профессорлармен жұмыс жасаймыз. Білім тәрбие аламын десеңіздер, онда Евразия ұлттық университетін таңдаңыздар деген таңдауларыңызды сұраймын деп айтамын. Мен оған оқытушы, мұғалім, ағай апайларының соған көмектесетін шығар. Ол кездерде бұл кісілер бітіргенде мүмкін ол Евразия болды ма, болмады ма, педагогист бітірген шығар. Енді оған қарамай, бүгінгі күн талабына сай, сол Евразия ұлттық университетін, оның үстіне мен ойлап отырмын. Ал бәріміз әдебиетші, бәріміз тарихшы болып кетсек, оны кім жаңағы жол жөндейді деген екен. Сол айтқандай техникалық ғылымдар саласына да бару керек. Оның үстінде мен физика техника факультетінің деканы ретінде айтар едім. Негізгі бүгінгі үшінші жаңарту осы негізінен жаңағы цифрлық дейміз, цифровой дейміз. Оның бәрі осы біздің факультеттермен байланысты. Сондықтан сіздерді сол біздің факультетке келуге шақырамын. Енді не дейміз, осындай жақсы бізге қабылдау жасаған аудан әкімінің екінші қатысушысы, оқу бөлімінің бастығы, директор, елбасын жаңартуды зарайын ойлаған шығар, бәрі де жаңадан болып жатыр. Оқу бөлімінің бастығы жаңа, директор де жаңа, әкімнің орынбасары жаңа келіп жатыр. Бәрі сол жаңартуды бастайды жатқан шығар. Сондықтан сіздердің істеріңізге сәттілік тілейміз. Көрсетіп отқан көшеттеріңіз үлкен рахмет. Енді балалар білсін деп айтайын дегенім, мен осы Сабындада туып өскен, мына Болғанбаев деген Хайреддин, біздің осы Қорғалжын орталық көшесі тұрған адамның мен қайраткердің немересі болады. Хайреддин Болғанбаев, жаңа ағайларымыз айтып кетті, біздің қайраткерлер осы Қорғалжынның ауданының деп. Соның алдында бірінші жүрген енді біздің Хайреддин атамыз, мына бәріңіз білетін мына жерде Қоржынкөл. Сол Қоржынкөл мен Садырбай көлдің екі ортасында баяғыда Жосал деген ауылда туып өскен. Мен бұны әдейі айтайын деп тұрғанда біздің жас қазақтың балалары өзіміздің інілеріміз қайдан деп отыр. Сол ауылда оқып жүргенде біздің әкеміз жақсы оққасын, ол кісінің әкесі Абдрахман 19 ғасырда ол кезде түйелермен Түркия арқылы, Стамбул арқылы Меккаға барып келген. Келгеннен кейін жаңағы ауылдағы мешітте, медреседе оқытқан ол айтқан ғой, мынау Қайреке сенің балаң жақсы оқиды. Содан бері Хайреддин біздің атамызды Қызылжарға жіберген медресе. Соны бітіріп, одан кейін жақсы оққасын, мұсылманның жаңағы стипендиясымен нені бітірген? Хусанияны, Орынборда.
Сонда оқып жүргенде ол кісі ал біздің мына сіздер балалар уже мына 10-11 класстың балаларысында сол кезде біздің аталарымыз 15-16 жаста қазақтың қамын ойлаған. Мына жерде мына ағаларымыз айтып кетті, мына тарихшылар, біз бәріміз тарихты білеміз, бәріміз де орыстың жаңағы империясы біздің аталарымыздың жақсы жерлерін алып қойған. Су, мал өсіретін жерлер, медреселер жаба бастаған. Орыстар даже қазақтың балаларын әдейі орысша церковно-приходной мектепке жіберіп, даже анау дінді аударып, жаңағы татарлар сияқты христиандарға аударған. Сол кезде біздің атамыз соны қамын ойлап, халықтың қамын ойлап, кіммен мен пікірлесем, қайда барам деп, жаңағы Аллаға шүкір 13-ші жылы ашылған жаңағы қазақ деген нәсілге Ахмет Байтұрсынов ағаларына барып бір жақын болатындармен сол біздің елімізді қамымызды ойлаған. Мен сіздерге айтып жатқаным бұл неге біз Ақмолада 92 жылы бізді әкімшілік шақырып, Бөлекбаев марқұм жаңағы бізге айтты ғой, бізге Қорғасын жігіттеріне. Мына бізге біреулер жаңа сөзінен қорқады. Сонда бізге айтты, мұнда қала бұзылып жатыр, бізге көмектесіңдер деп. Осипенко деген бар. Содан кейін біз қазақтың балаларын бәрін тәрбиелей бастадық жаңағы. Аллаға шүкір, қазір біздің мынау Қорғасында біз бұрын өзімізді мына Қамбек Байболов бокстасқан. Қамбектің арқасында Қорғасың жігіттер әлем чемпион болды. Мұратай Жекупов, мастер спорту, бәріміз бірге. Қазір біз федерацияға бокстың басқарамыз. Соның ішінде мынау Нұрмағамбетов, Рысмағамбетов, Нұрболат Барағы, чемпион дейміздер бәріміз балаларға айтып отырмыз. Сборный Қазақстанда әлем чемпионы бізде бар. Қанат Абуталипов. Сабындыдағы мына мен өзім Сабында туып өстім. Боранбаева деген 4 қыз бар бізде. Серік Боранбаевтың қыздары, Сабынданың Боранбаевтар. Әлия, Ардақ, жаңағы Назгүл, Наргүл деген. Сосын мына біздің Содалдың жігіттері Тасибеков. Жаңағы сенің өнерлерің. Соларды біз әлем чемпион қылды. Ол үшін бар ғой 15 жыл оларды Грекияға барды, Европаға барды, Малайзия, Сингапур, Америка бармаған жері жоқ. Соны мен айтып отқаным, жаңағы біздің елбасының жолдауында бар. Мәдениет және спорт, дене шынықтыру, дұрыс па? Сол үшін де біздің балаларға айтып отырмын, дене шынықтырумен, спортпен бәріне шұғылдану керек, жақсы оқу керек. Біздің ертең Қорғасынның керемет азаматтар боласыңыздар. Евразия университетті білім деген несі бар? Музей дейді қазір Морарайды. Соның төрінде жаңағы біздің Хариди Балғанбаевты, жаңағы осы тарихшыларға рахмет, ең төрінде қойды Қорғасынның адамы. Бер жағында біздің анамыздікін қойды. Сабында да өзіңіз білесіз, 42 жыл мұғалім болған, орден Ленин алған. Ол кезде орден Ленинді қазақ түгілі орыстың адамдарына бермейді. Шешеміз біздің 7 баланы тәрбиелеп, сол ана Евразия университетке рахмет, жаңағы ректораты бәрі. Сол жаудың қызы деп біздің шешемізді партия қалмаған. Әкеміз соғысып келген, оны партия қалмаған. Сабындыда Камил Пияққа рахмет, мына Акиматқа мінекей сізге айтып көше берген Сабындыда. Жаңағы Хайрединнің қызына жаудың қызы деген Москвада Георгиевский залда болған. Қазір Евразийский өзіміздің университетте төрде орденімен тұр. Мен оның бәрін айтып атқан, ол мақтаныш біздің бүкіл елдік, бүкіл Қазақстандық. Сіздер мұны педагогический коллектив отыр. Например, анау жаңағы бірінші мектепте Агаташин болатын. Сонда мына Серік ағам өзі бірге келген бізбен бірге. 2004 жылы. Харидин Балғанбаевтың көшесін орнатқанда Иманғали Тасмағамбетов ұқсат беріп. Сол мен оның бәрін айтып отқаным, жаңағы біздің мына өсіп келе жатқан балалар сол сіздерге үлгі болсын. Біздің жаңағы аталарымыз, біздің бабаларымыз. Үздігіне Рақымжан Қошқарбаевтың басын ескерткішін қойып, бүкіл Қорғасын жиналып біраз рақаттандық. Бәріңізге мына бізді шақырғандарыңызға рахмет. Бәріңізге жақсы денсаулық зор тілеймін. Жақсы оқып, жақсы балалар тәрбиелей беріңіз. Рахмет. Рахмет Жамбыл аға. Рахмет. Біздің ел ағаларым не. Ал енді келесі сөз аудан әкімінің орынбасары Жомарт Алабайұлы. Құрметті ағалар, рахмет. Атбастан бұрып біздің Қорғасын ауылымызға келіп, біраз мәселелер айтып, тарихты айтып, оқушыларға осындай үлкен кісілер шыққандарын, білімді адамдар болғаннан барлығын айтып, елбасының үндеуін, жолдауын түсіндіріп айтқандарыңызға көп рахмет айтамыз.
Екіншіден мына сіздер бір айтып өттіңіздер, мына Ақмола облысында 2 ғана жолдама техника берді. Оның біреуіне Қорғалжын ауылына келгендеріңіз, соны сыйлап, соны келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Ал енді міне сіздерге тілейтініміз мына Қорғалжын атынан, балалардың, мұғалімдердің атынан, әкіметтің атынан жолдарыңызға қашан да болса ақ болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, үлкен жерден көрініп жүре беріңіздер, келіңіздер. Тағы міне көп тарихи жері дейді, сол тарихи жерлердің көбі ашылып, оқушыларымыз сіздердің студенттеріңіз болып, сол келіп осы жерде тағы жақсы тарихи орындар аша берсін. Әрдайым осы аманшылық денсаулық болып, денсаулықтар рахмет. Ал енді мынау деген сөзді құртыңдар ма? міне дайынбыз құртуға. Ол рас, мынау намысы бар елдің, әрине тарихы бар, жаңағы көні бар елдің тарихы бар дейді ғой. Сондықтан сіздер көп жаңағы тарихты бүгінгі күні айтып жатсыздар. Мынау оқушыларымыз, ұстаздар барлығы естіп біліп отыр. Сондықтан енді мынау келгеннен кейін осындай Дружба мектебіне жаңағыдай сый-сияпатпен әдейі келгеннен кейін жолдауды айтып жатсыздар, үндеуді айтып жатсыздар. Сондықтан мен ойлаймын, осы мынау ұжым болғаннан кейін бұл ұжымның да сіздерге деген ықылас пейіл рахметі бар шығар, ата-аналар тарапынан бар шығар, ұстаздар тарапынан бар шығар. Сол кісілерді 1-2 минут тыңдайық. Құрметті біздің республикамыздың ең басты білім ордасы Еуразия ұлттық университетінің қадірлі ұжымдары, үлкен ағалар, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Біріншіден осы елбасының жолдауына сәйкес барлық экономиканы жедел түрде жаңа технология дамыту, соның ішінде роботтандыру, автоматтандыру міндетін қойып отыр. Осыған байланысты өздеріңіз үлкен бір роботтық әдістемелік құрал әкеліп отыр екенсіздер. Көп рахмет сіздерге, осы оқушылар атынан, ұстаздар атынан шын алғысымызды білдіргіміз келеді сіздерге. Сіздерге әрқашан да шығармашылық табыс тілейміз. Және зор денсаулық тілейміз, отбасыларыңыз жақсы болсын. Және осындай үлкен білім ордасы Еуразия ұлттық университетімен біздің мектептердің арасында тығыз шығармашылық байланысты болса керек. Бұл алғаш бастамасы деп ойлаймын. Сіздерге және тағы бір өз атынан қосып кетемін. Осы сіздердің білім ордасының өзінің түлегімін аяқтағанбыз. Жақсы білім алып шықтым деп ойлаймын. Балаларға соны жеткізіп жатырмыз. Білім сапасын тарих, өзі Қазақстан тарихынан ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары көрсеткішке иеміз осы біздің мектеп оқушылары. Және Жамбыл аға отыр, 6-шы сынып оқулығының авторы. Сізге көбісінде сізге рахметімді айтып келіп отыр, осындай мүмкіндік пайдаланып, өте жақсы оқу болып, оқушыларға өте көңілдеріне жеңіл түрде жеткізетін өте жақсы жазылған оқулықтың бірі. Және айтып отыр ғой, Қорғалжын біздің қасиетті киелі орын ғой, нағыз тарихтың тұрып тұрған орны деп. Әлі де қазба жұмыстары, археология жұмыстары жүргізілу мүмкіндіктері бар. Мысалы, Жәнібек пен Керей біздің қазақ ханның негізін қалаған, соның жерлеген орны бар деген болжам айтып отыр осы. Тауып қалған дейді, енді ол уақыт еншісін деп ойлаймын. Және ағамыз айтты ғой, шынымен де барлық негіз тарихта жатыр. Ұлттық кез келген мемлекеттің даму байлығы ең біріншіден ұлттық тарих санаға байланысты. Өте ағамыз дұрысын сөйлеп. Тілге байланысты. Тілге байланысты. Тілді дамыту керек, ағылшын тілі, орыс тілі, әрине ең басты оның ішінде қазақ тілі өзін барады. Дұрыс. Рахмет. Рахмет. Ата-аналар тарапынан. Құрметті ағалар, мына біз өте қуаныштымыз, біздің елге, біздің жерге келіп жатқандарыңызға. Мен өзім осы
мектепті бітіріп, қазір бір басқарманың басшысы болып отырмын. Осы мектептің ұстаздарының арқасында. Сол бәріңізге рахмет. Міне балапандарымыз оқып отыр. Сіздердің жолдарыңыз осы отырған балаларға берсін, өсе берсін, өне берсін, мақтанышымыз болсын. Көптен көп рахмет. Басымызды иеміз ата-ананың атынан сіздерге. Солай жақсы сыйлықпен жаңағыдай технологиямен келіп тұрыңыздар. Біз қуаныштымыз. Оқушылар атынан. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Мен 11-ші сынып оқушысы Марат Вайсулмын. Еліміздің өміріндегі болып жатқан ұлы өзгерістер, яғни техника мен технология жағынан қайта жаңғыру үдерісі тоқтаусыз жүруде. Бұл еліміздің әлемдік аренадағы жаңа тұрпаттағы мемлекет ретіндегі өз орнын анықтау үстінде. Елбасымыздың кезекті халыққа арналған жолдауынан болашағымыздың дұрыс бағытта даму жолында екенін анық көре аламыз. Елдің болашағы осы күнгі жастардың қолында. Осы жолдауда айтылғандай, экономиканы жаңғырту цифрлік, яғни сандық технологияларға негізделгенін білдік. Осы мақсатта оқушыларға роботехникаларын білу үшін сіздер әкеліп отырған осы роботтық техникалар үшін осы мектебіміздің оқушыларының атынан сіздерге үлкен шексіз алғысымды білдіргім келеді. Мұғалімдерін құлыққа салып қойып, ойнатпай қойып жүрмесін. Ал енді құрметті қауым, жаңа ғана өздеріңіз осы уақыт бөліп келген ағаларымыздың жаңағы үндеуі, жолдауы елбасының тыңдадыңыздар. Одан қалды Серік Нығметолланың жаңа айтып өтті, өте әдемі айтты. Мынау Қорғалжын ауданы, оның ішінде Дружба орта мектебінің ертеңгі болашағы, жастары, бүгінгі сынып оқушылары, ертеңгі студенттер. Міне расында да сіздерге үлкен ақ жол ашылып отыр бүгінгі күннен бастап. Бұл енді ағаларыңыз жаңағы өз сөздерінде айтып өтті. Мынау Еуразиялық Астана қаласындағы ұлттық университетке осы білімдеріңізді, ұстаздарыңыз берген білімдеріңізді әрмен қарай жалғастырып, сол Еуразиялық университеттің студенттері атанып жатсыздар. Әрине осы ағаларыңыздың арманы орындалғаны, сіздердің армандарыңыз орындалғаны, мынау берген білімдегі ұстаздардың арманы орындалған деп есептейміз. Әрине мен ойлаймын, бүгінгі жаңағы Айдос Серікбайұлы айтты ғой, бүгінгі мынау жолдың ашылғаны, жаңағы сіздер қазіргі дамыған технология бойынша үлкен сый әкеліп отырсыздар. Сол роботтық техниканы міне оқушыларымыз жақсылап пайдаланып, ертеңгі күні сіздердің жаңа айтқан сөздеріңіз бойынша осы әрмен қарай дамып, өсіп, еліміздің мынау дамыған елбасы айтпақшы 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін сол яғни өздерінің білімдерін жоғары жақтан көрсетеді деген ниеттемін. Ал енді құрметті қонақтар, әрине елге келгеннен кейін мен мына оқып берейін. Жомарт Далабайұлы сіздерге қазір сұнап, аудан әкімі атынан үлкен алғыс бар. Құрметті Ерлан Бәтташұлы, Қазақстанның болашағы білімді ұрпақ десек, осы ұрпаққа сенімділік ұялатқан сіздер сынды ағаларымыз келешекке сеніммен қарауға мүмкіндік береді. Біздің болашағымыз үздіксіз және іргелі білім беруді қамтамасыз ету, халықаралық сапа стандартын қолдану, жаңа білім беру технологияларын енгізу, еңбек нарығында өз бәсекелестік қабілетін сақтау, елбасы жолдау ережелеріне негізделген әлеуметтік саясатты жүзеге асыру болып табылады. Аға ұрпақ өкілдері даналықтың көзі, мол тәжірибе мен кәсіби шеберліктің кені. Сіздердің жинақтаған өмірлік тәжірибелеріңіз бен білімдеріңіз Қазақстанымыздың болашақ жас ұрпақтарының өркендеуіне, еліміздің аз уақыт ішінде қол жеткізген жетістіктерін әрі қарай көркейтіп, дамыту келешегіміздің үлесінде екенін сезінуіне ықпал жасағандарыңыз қазіргі заман өмір талабына өте маңызды. Осындай орынды ойларыңызды игі істеріңіз арқылы Қорғалжын ауданының, оның ішінде білім саласының игілігін арттыру жолындағы материалдық қолдау көрсеткендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Сіздерге және сізді басқарып отырған ұжымыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларыңызға
құт береке еңбектеріңізге зор табыс тілеймін. Құрметпен Қорғалжын ауданы әкімі Рысқалиев. ан жаққа біз көрсетеміз ай. Ректорға беріп отыр. Ректордың картинасы сізге Мынау жаңағы бүгінгі осы менің кесім, осындай жақсы ниет, ертеңгі күні тарих бетінде қалатын жағдай істейік. Жақсы, қалағанымыз. Сіздің жолыңызды берсін деп. Мектеп музейіне қояды. Музейге қоямыз. Өмірлеріңіз ұзын болсын. Бір комплекті бастап негізгісі, екінші комплекті қосымша болады. Бұл роботтардың басты мақсаты балаларды, немесе әрбіреуді робототехникаға үйрету жолдарын көрсету. Ол өте жеңіл құрастырылады, жеңіл үйретіледі, әрбіреуге өте қолайлы нәрсе. Енді монотонный жұмыстар дейді ғой. Бір нәрсені адам істей берсе, жалығып кетеді. Сондықтан өмірде машина жинаған бәрінде роботтар жинайды. Соның ең басты элементі бар. Дұрыс оқу үшін әріп білуіміз керек қой. Сол сияқты мынау робототехниканың ең басты осылай жай ғана қарапайым нелер болады. Бұл тіптен қарапайым емес, мынаның ішінде өзі несі компьютер бар. Компьютер тұр, ішінде программа бар. Оны балалар тек қана жинап қоймайды, әртүрлі варианттарын жинайды. Одан кейін мына жерде екі мотор бар, бәрі қосылған, әртүрлі жағдайда жүре алады. Соны мына программаны жасау арқылы мынаның жүрістерін, тұрыстарына көп нәрсе істеуге болады. Біз тек қана сіздер ойламаңыздар, мектептің оқушылары. Біздің робототехника мамандық бар, сол студенттерді осылай жинайды, әртүрлі варианттарын жинайды, кімдікі жақсы болады. Сонда тек қана қол жұмысы болады ма, еден жұмысы? Сол негізгі нелерді арнайы роботтарды қалай жұмыс істеу принципін білсе, арнайы біледі. Әртістен арнайы болып кете береді ғой. Дәл сол сияқты. Осындай бастапқы элемент білген адам жақсы жұмыс істейді. Ойлау қабілетін, жұмыс істеу қабілетін арттырады екен. Сондықтан ертең оны көріп, ұл бала болсын, қыз бала болсын, қолына жәнскерлігі ойлау қабілеті жаңа бір пространство дейді ғой, кеңістікте ойлау, қалай істеуге болады дегенді екеумізде қарайды, сызу сабағы бар, сызу сабағында көп адамдар кеңістікті дұрыс түсінеді. Бәрібір бетте салады. Ал оны білу үшін шындап олардың қалай екенін кір жуушы машина бар, қазір анау микрофон, пештер, бәрі программа кіргізіп қойса, сол программа білмегендіктен біздер әшейін бір ғана функциясын істейміз де, қалғаны істемейді. Мына соткінің өзінде, ұялы телефон дейміз, онда функциялар өте көп, соған байланысты оның бағасы қымбат. Біз оның бір функциясын байланамыз, как телефон ретінде, екіншісін байланбаймыз, қалғанда. Енді сол сияқты мынанда функциялар көп, соны білген сайын бала білгісі келе береді. Оны бәрі біз мәселені бағдарлама Buradan koyuyor ya.
Karıştırу gerek koy ya.